Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. 10 боксшыны сұлатқан Жәнібектің келесі қарсыласы кім болатынына айта алынды. Бокс жаңалықтары мен инсайттар жариялайтын Everyboxing орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлының келесі қарсыласы кім болуы мүмкін екенін жазды деп хабарлайды. Дерексөздің мәліметінше, Жәнібектің келесі қарсыласы америкалық Остин Уильямс болуы ықтимал. Twitter желісі қолданушылардың бірі Уильямс жақын арада титулы айқасқа шыға ала ма деген сұрағына мындай жауап берді. Айта кетейік, Уильямс WBO рейтингінде топ 15 тізімде жоқ, ал IBF тізімінде 6 тұр. Америкалық боксшы кейінгі рет былтыр қыркүйек отанында жұдырықтасып, канадалық Стив Ролсты торшілер шешімімен жеңіп, оның IBA North America белбеуін алып қойған еді. Чили боксшысы Қазақстанның ең мықты кәсіпқой нокаутқа түсірмек. Орта салмақта жұдырықтасатын чилилік Хулио Аламос тілшісі берген сұхбатында қазақстандық Мерим Нұрсұлтановпен алдағы жекпе-жек не болуы мүмкін екенін айтты. Бұл кездесу 17 қараша Ташкенттегі бокс кешенінде өтеді. Бұған дейін Нұрсұлтанов германиялық Венсен Фенгбуспен жұдырықтасу керек болған, алайда ол жарақат алып қойған еді. Айта кетейік, Миника Республикасында өтіп жатқан WBO конвенциясында Нұрсұлтанов 2023 жылдың үздік боксшысы атанды. Ал оған дейін Boxrec порталының тұжырымы бойынша Нұрсұлтанов салмаққа қарамастан Қазақстандағы ең мықты боксшылардың рейтингінде көш басын шыққан болатын. Осылайша, ол бүгін рейтингде көптен жылы көш бастап келген Головкинді алмастырды. Сонымен қоса қазақстандық Boxrec тұжырымы бойынша орта салмақтағы ең мықты боксшылардың топ 3 тізімінде бар. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.